Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кіндікке дейін келетін қарды кешіп мектепке барған баланы өз кабинетіне шақырып, өз айфонын подарок етті. Толықлы видеосын көру. Telefon yok. Telefonun yok bu. Atanın telefonu var mı? Mamanın kaçı? Var. Anda onu öğreniyorsun. Kompüter. Makul bu. Uyuna aparıp koyup alasın. İnternet var mı evlerde? Aa. Apan bilen atanın interneti var da ya telefonda. Futbolda жақсы ойнайсың ба? Нападающийсің бе же защитниксің бе? Нападающий. Нападающий, ой молодец. Анда сенден бірдеме шығады екен анда. Мына, ол топ саған, белек. Мына. Мектепте балдарменен ойнайсың, я? Бұл болса китеп, оңғы жол. Улут деме, оңғы жол деген китеп мына. Біздің берген, елге берген бағытыбыз. Мұны дағы оқысаң болады. Өзің оқи албасаң ежейлеріңе беріп қой, ежекелерің оқысын, мақұл ма? Бұл ноутбук жеке өзіңе. Мен телефонды не үшін сұрап атам сенден? Қолданыласың сен ова дедің, бірақ телефоның жоқ екен, а? Мен анда саға өзімдің eski телефонымды берейін, қолданып жүрген. Eski telefonda bir ebe var ki, hazır 17 çıktı öyle? 17 çıktı. 17, 16 iPhone, maqul mu? Қолдағанды үйреніп аласың. Апаң менен атаң үйретіп қойды, ja? Жалаң 5-ке оқисың, ja? Азаматсың. Өзің қолдың ғой, мақұл ма? Ал аябай жақсы телефон, барлық операцияларды болады. Видео монтаждасаң болады, түз эфирге шықсаң болады. Апаң менен апаңа тарттыр дейді, мақұл ма? Мақұл ма? Мен айтасың, сұраса, біз қолдануы үшін десе айтасың. Жоқ, бұл деген жеке маға берген подарок президенттен деп, мақұл ма?